Бұл балалар әскерде не істеп жүр? Өз елінің нағыз азаматын нені білу керек? Тіпті кішкентай болса да, Қазақстанда біз алғаш рет болашақ отан қорғаушылардың көзімен әскери ерліктің қалай шыңдалатынын көрсетеміз. 6 бала әскери дайындықтың барлық кезеңдерінен өтіп, Қазақстан әскерінің жауынгері ретінде түрлі дағдыларды меңгереді. Бұға дейін санай, жер сана басталады. 10, 9, 8. Мен қол астымда болсаңдар, әлі жақсы болып кетесіңдер. Түсінікті ме? Дәл солай. Жамыза. Тыңдап тұр. Сұраққа рұқсат па? Рұқсат. Бұған қандай тақып өтеміз? Өте дұрыс сұрақ, жауынгер. Бүгінгі сабақта теориялық жүзінде қару-жарақ түрлерімен танысатын боламыз. Бұл не қыз? Ол бөлімшедегі ең жақсы жауынгер екенін дәлелдейтін оңжақ. Жай, сен егер қол қоятын болсаң, екеуміз жақсы дос боламыз. Дұрыстап қой, астынсыз. Жарайсың. Тоқтат! Бұл не бассыздық? Тұр орнына, жауынгер. Бұндай қаруларда арнайы рұқсат қағазы болады. Сонда әскери қару қандай? Дұрыс сұрақ. Әскери қару, әскери қызметте, әскери іс-әрекеттерде, және де әскери оқу жаттығуларда қолданылатын қару. Түсінікті ме? Жаппай жақындау қаруы мен бір ғылыми журналда ең көп өлім әкелетін қару деп оқыдым. Атаудың өзі қорқынышты. Ас болсын десаңшылар.